Армысыздар, құрметті тыңдарман. Бүгін топтамада сіздермен рахатқа бола 5 күнгі ренжіте көрмей ешкімді. Арнамызбен бірге болыңыз. Адам пенде болған соң әркез түрлі көңіл күйді бастан кешеді. Торығу, мұңаю, күйіну, сүйіну, өкіну бәрі де екі аяқты жұмыр бастыға тән қасиеттер. Кейде жалғыз ауыз жылы сөзге бола біз балаша мәз болсақ, кейде болмашы нәрсеге бола қатты құлазып, жүрегі мұздап, жаны сыздап, сол сәт өмірден безіп кеткісі келеді. Жақын адамыңыздың кейде аяқ асты бұртиып, томсырайып қалғанын көресіз. Сол сәт ішіңіз қылп етіп, өкпелетіп алғаныңызды сезесіз. Өйткені өкпелегіштік те соған тән мінез. Ондайда ол теріс қарап, сөзіңді естімегенсиді, я жүре сөйлеседі. Тіпті ләм-лем деп тіл қатпай қоюы да мүмкін. Телефонын өшіріп, не көп уақыт алмай діңкілдетеді. Ал көңілі қатты қалса, енді сені желкемнің шұқыры көрсін деп бір жолата теріс айналуы да мүмкін. Қанша дегенмен бір атым Насыбайдың өзін көңілге алып қалатын қазақ емеспіз бе? Иә, адамдар арасындағы реніш те тұрмыста жиі кездесетін жайттардың бірі. Оған ұсақ-түйек себеп көп. Алайда ешкімді ренжітпеу, көңілге қарағыштық, ілуде бір кездесетін жақсы мінезге жатады. Сүйікті пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам кісі көңілін қалдырмауға қатты көңіл бөлген. Әрбір ісінде мұны жіті қайталайтын. Пышақ берсе, сап жағымен ұсынатын. Қылыштарды көшеде жалаңдатып алып жүруге тыйым салған. Қабақ шытпай жүзі күлімсіреп тұратын. Аузынан қатты сөз шықпайтын. Зат сұрап келген адамға ешқашан жоқ деп айта алмауы да оның осы бір көңілге қарағыштық қасиетінен туған еді. Қолында жоқ болса тауып берем деп уәде беретін. Біреудің қателігін түзетпек болса, көңіліне келер деп ол кісінің атын атамай отырғандарға жалпылама айтатын. Кімге қарата айтылып жатқанын әлгі адам өзі сезетін. Жай адамдарды ғана емес, мүгедек біреуді көрсеңдер, сендерді сондай күйге түсірмеген Аллах тағалаға шүкір етіңдер, бірақ оны дауыстап айтып, әлгі ғаріптің көңілін ренжітпеңдер деп, көңілі жарым бейшара мүгедектерді де ренжітпеу керектігін білдіретін. 3 кісі отырғанда 2 кісінің өзара күбірлесіп сөйлескенін құп көрмейтін. Ондай жағдайда 3-ші кісінің көңіліне келуі мүмкін дейтін. Реніш бола қалған жағдайда оны 3 күннен асырмауға кеңес беріп, бір мұсылман адамның екінші бір мұсылман бауырына 3 күннен артық ренжуі дұрыс емес. Кездескенде бір-бірінен сырт айналған екеудің абзалырағы бірінші болып сәлем бергені деп, ондай ренішті бірінші болып ұмытудың артықшылығын еске алатын. Араз кісілерді татуластырудың нәпіл намаз оқып, нәпіл ораза ұстағанның да үлкен сауап екенін, ол үшін қажет болса жалған айтуға рұқсат барын еске салатын. Адамның ең нашары басқаға кесірі тиетін, әркімді ренжітетін адам дейтін. Өсиеттерінде үнемі ата-ананы, сүйікті жарды, жақын туыс көрші-қолаңды ренжітпеуге, жетім-жесірдің көз жасына қалмауға, баланы өкпелетуге, достың көңілін қалдырмауға шақыратын. Өйткені пенденің жасаған амалдары әр дүйсенбі, бейсенбі күндері Аллахқа жеткізіледі. Ұлы жаратушы сол күндері өзіне серік қоспаған құлдарының күнәларын кешіреді. Алайда араларында дұшпандық, реніші барлары бөлек қояды, кешірмейді. Сөйтеді де бір-бірімен татуласқанша бұларды қоя тұрыңдар дейді, деп түсіндіретін. Сол себепті мүмін адамның мүмін адамға 3-ші күннен, яғни 3 күннен артық реніші дұрыс емес. Арадан 3 күн өткеннен кейін онымен сөйлесіп сәлем берсін. Егер ол сәлемді алса, сауабы екеуіне тең бөлінеді. Алмаса, күнәсі сол адамға жүктеледі деп, бітімге, татулыққа алғашқы болып шақырушының үлкен сауапқа кенелетінін, ал қисық мінез танытып, оған көнбегендердің күнә қалайтынын ұқтырған. Хадисті саралаған ғалымдар сәлемдесумен арадағы реніш жойылады десе де,
Ахмет ибн Ханбал бұрынғы араластықтарына қайта оралмайынша реніш тарқамайды деп тұжырымдаған. Ренішті ішкіннен асырмаудағы сақтық неде? Ондағы даналық соңы бара-бара кекшілдік пен ерегіске, жанжалға, өзара жауыздық пен дұшпандыққа ұрындырмаудың алдын алуы болса керек. Өмірде кішкене реніштен барып, арты үлкен дауға, рулас елдерді бір-бірімен араздастырып, қырғынға ұшыратқан жағдайлар аз болмаған. Сол себепті ашу өртін дереу сөндіріп, арадағы ренішті жоюға, талпынудың татулық пен ымыраластықты, діндегі бауырмашылдықты жоғары қоя білудің қоғамдық мәні зор. Бірінші болып кешірімге бара білу қай кезде де адамның кішіпейіл, қайырылғыш, иілгіш секілді жақсы мінезін байқатады. Ал өлсем де кешірмеспін деп ант ішу, анасы тасқа жерік болып, тас болып түскендей, не әкесі бүгін өлгендей түнеріп райынан қайтпау долы шайпау қатал мінездің қала берді. Кекшілдік пен сасық тәкаппарлықтың нышаны. Адамның адамдығы сынға түсетін, осындай кездері мұсылмандық мінезден ауытқымай, ішкі ар таразысының өлшемдерінен мүлт кетпеу, әр кісінің емес, ер кісінің ғана қолынан келетіні ерен қасиет екені аян. Біреуді ренжіту көбінесе мінездің нашарлығынан, білімнің жеке мәдениеттің таяздығынан, дөрекіліктен, басқаларды өзінен төмен санаудан, я болмаса өзіне жеңіл деп санаған қылықтың өзгеге ауыр зіл болып тиетін парықтай алмаудан туындап жатады. Жаны жайсаң, мінезі шуақ, адам кісі көңіліне қаяу түсіретін тұстарды жақсы білетін аса сезімтал келеді. Көңілді тырнап кететін тікенек мінез емес, кісі жанын ізгілікке бөлейтін, жүрген жеріне сыпайылық ұялататын сымбатты ақылығына таймайды. Көрген жанды сүйсінтіп мақтадай жұмсақ мінезімен үлгі бола алады. Өзі ренжісе де өзгені ренжітуге жол бермейді. Өйткені реніштің арада салқындық тудыратын, адамдарды бір-бірінен суытып, жат қылып жіберетінін жақсы біледі. Кешіріскен күннің өзінде көңілді көлеңке басып, көпке дейін салқындықтың сызы кетпей жүретінін терең сезінеді. Мына бір ғибратты мысалды да жақсы ұқтырғандай. Бірде жаман мінезді ұлына әкесі шеге толы жәшік әкеп беріп, маңайындағы достарыңмен әр жанжалдасып қалған сайын тақтайға бір шегеден қағып отыр деп тапсырыпты. Алғашқы күні-ақ баласы тақтайға көп шеге қағып үлгеріпті. Бір күні тақтай беті шегеге толса керек, бұл жайын әкесіне барып айтыпты. Әкесі, ал енді балам, бүгіннен бастап сол достарыңмен татулас. Бірақ татуласқан әр күнің үшін тақтайдан бір шегеден суырып алып отыр депті. Біраз күндер өтіпті. Бір күні қараса, тақтайдағы бар шеге шығарылып біткен екен. Сонда оны сырттай бақылап жүрген әкесі баласын тақтайдың алдына ертіп әкеліп, балам, жарайсың, жарадың депті. Алайда, мына тақтайға жақсылап тұрып қарашы, шегелерді суырғанда қалып қойған іздерді, көп тесікті көріп тұрсың. Бұл дегенің тақта әуелгісіндей таза қалпында әдемі болып қалмайды деген сөз. Достармен төбелескен сайын арада жаман сөздер айтылады. Әр жаман сөз артында мына шегелер тәрізді шұрқ тесік қалдырып отырады. Артынан тату жолдасың мың жерден кешірдім дегенімен, мына тесіктер секілді көңілді кірбіңнен бәрібір сіз болып қалып кететіндігі шындық. Сондықтан ешбір досыңмен жүз шайысып, балам деген екен, сонда да өз ісінің астарын түсіндіріп, өмірлік ұмытылмас сабақ ұқтырған әкесі. Реніш артынан риясыз кешірілсе жақсы, әйтпесе көп жағдайда жан сыздатар, еске түскен сайын көңілді қаралып, жанды жаралайтын із тастап кететіні ащы да болса ақиқат. Алдыңа келсе атаңның айыбын кеш деген бабаларымыз әрқашан кешірімді негіз етіп ұстаған. Бір ашуыңды маған бер, тентегімді жөнге салуды өзіме қалдыр. Бір білместік өтті, егер бала болса ісінің шалалығы деп
Жас болса жастық шақта кімнің басына не өтпейді деп үлкен кісі бола жаңылмайтын жақ, сүрінбейтін тұяқ бола ма деген секілді сөздермен әйтеуір екі жақты өз рәуішінде бітестіруге, араларын татуластыруға, артын тым ушықтырмауға тырысқан. Әсіресе туыс адамдардың бір-біріне деген өкпе реніші тым асқынып кетпеуіне көңіл бөлген. Туыстың азары болса да безері болмайды. Ағайында өкпе бар да кек жоқ деген секілді аталы сөздермен кішкене өкпеге бола бір жолат атқұйрығын кесісу туыс адамдардың ісін еместігі назар аудартып ынтымақ деген айдында дауылға ұрындырмай тұнық ұстауға барын салған. Мұны Абай атамыз дәмі қайтпас бұзылмас тәтті бар ма? Бір 5 күннің орны жоқ аптығарға, қай қызығы татиды қу өмірдің, татуды араз жақында жат қыларға деп, өмірдегі ештеңеде ағайын кісілердің татулығына, береке бірлігіне жетпейтіндігін әдемі ұқтырған. Иә, соймасымда соямын, сүйгенімнің көңілі үшін деген қазаққа көңілден қымбат ештеңе жоқ. Өйткені сынаптай сырғаған көңілдің кілтін таба білу, жүрек ауыртпай жүру жарасымды сыйластық пен бақытқа бастайтыны белгілі. Мұқағали ағамыз да бір өлеңінде күн батты, міне кешір кірді. Жанымнан бір үн естілді, рахатқа бола 5 күнгі. Ренжіде көрмей ешкімді, тағы да бір күн кешкірген, тағы да бір үн естілген. Азаматсың ғой ескірген. Жауласа көрмей ешкіммен деп, ешкімді ренжітпей, ешкіммен жауласпай тату-тәтті ғұмыр кешу, 5 күнгі рахатқа бола әркіммен жағаласып, ешше ырылдаспау есті азаматтарға сын екенін білдірген. Ешкімнің көңілін қалдырмау турасында ғұламалардан көптеген ақыл сөздер қалған. Ахмет Яссауи бабамыз кәпір де болса біреуді ренжіту, жаратушыны ренжітумен де тең десе, үлкен әулие Жәләләддин Руми Қағба Ибрахим пайғамбардан тұрғызылған, ал көңіл ұлы жаратушының өзі назар салатын орын. Сол себепті бір кісінің көңілін қалдыру Қағбаны 1000 рет жыққаннан да ауыр деп біле білгенге адам көңілі қасиетті Қағбадан да жоғары тұрғандығын аңғартқан. Егер видео ұнаған болса, лайк басып, тіркеліп, арнамыз дамуын қолдап отырыңыздар. Назар салып тыңдағандарыңыз үшін көп рахмет.